take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. Then together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. Give you freedom. Allah ıslatın da. Мынау 81 жылғы жиырма беріп жатқан астына мынау жақ кеткен 90-дарды мына жігіттерді еске алып ас беріп жатыр екен, ниеттері қабыл болсын, мұраттары асыл болсын. Мынау жігіттер жарысқа қатысушы жігіттер барлығына сәттілік тілеймін. Елдерің сау, бақытты, жақсылап ойын өтсе бірге атсалысып тілеймін. Кезек. Баса бер. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli cemaat. Mahvolduğumuz 81. Şaban'da Mekke'de Türkiye'de Cenab-ı Allah'ın İnşallah orada kalkasamıyorsun, sporttaki bu gençlerden faydalı inşallah. Sizin çalışmalar, gençliğimiz gibi kişilik bir kapasite vardır. Onlarda da Allah razı olsun değil. Seninle 90 yıllarda olsun, yıldır orada ayında, oranın birinci bölümde sizin imanlar askılarımızda yetiştiğini ağızda sen verirler. Sonra bağırtıklarımızı şakramız deydi. Niyetleri kabul olsun, muratlar asılır. Allah'a emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Hürmetli Müslüman bağırlar, muhterem cemaat. Allah Teala'nın selam olsun barşanızga. 81 yıl және 90 yıl bağırlarımız olsa iş-şarana атсалысып атқарып жатыр екен. Алла Тағала берекет берсін істеріне. Және де айтып кететін нәрсе, 81 жылғы ағаларымыз мешітімізге бір жәрдем беріп жатыр бір жағынан. Үлкен мешітке кіреберіс жерге, төбеге навес жасап беріп жатыр. Алла Тағала разы болсын, істеріне берекет берсін. Және де тағы айтып кететін нәрсе, 90 жылғы бауырларымыз бірінші ауызашар беріп жатыр медресе асханасына.
хабарландыру ретінде. Ал енді қалғандарымызға насихат ретінде бір хадис айтайын. Негізінде мына жастарға айтылатын хадис бұл. Ертеңгі күні Алла Тағаланың алдында бүкіл адам баласы жиналады екен, есеп беруге. Мына дүниеде жасаған жақсылық немесе жамандық амалдарын есеп беруге Алла Тағаланың хұзурына жиналған кезде күн төбеде тұрған адам баласына қатты жақындатылады екен. Оның ыстығынан сол қияметте тұрған адамдар қиналады. Тек қана 7 түрлі адам болады екен. Алла Тағаланың аршысының көлеңкесінде болатын 7 түрлі адам. Сол 7 түрлі адамның бірі жастайынан асын сіз айтып кететін нәрсе Алла Тағалаға құлшылық, ғибадат жасаған адамдар. Сол себептен өте маңызды жас кезден Аллаға құлшылық, ғибадат жасау. Жастарға айтылатын насихат, күш-қуат бойына кезде, нәпсі күшіне еніп тұрған кезде сол нәрселерді тізгіндеп, тоқтатып, намаз оқу, Аллаға құлшылық қылу ең үлкен нәрсе екен. Ертеңгі күні Алланың алдында еш қиналмастан адамдар қиналып тұрған кезде аршының көлеңкесінде тұрады екен. Жастайынан Аллаға құлшылық, ғибадат жасағандар. Және де айтып кететін бір хадис бар. Ертеңгі күні бүкіл адам баласы төрт нәрседен сұралады екен. Сол төрт сұраққа жауап берместен бір адам алға шашпайды екен. Оның біріншісі өміріңді қайда өткіздің? Алла Тағала әрқайсымызға өлшеп берді. Уақыт, сағат, минут, секундына дейін өлшеп берген мына өмірдің есебі болады екен Алла Тағаланың алдында. Сол кезде сол өміріңді қайда өткіздің деп сұрайды. Және де қайдан тауып, табысыңды қайда жұмсадың? Одан кейін мына дін жайында көптеген уағыздар, насихаттар естіп жатырмыз. Соған амал еттің бе, етпедің бе деп сұрайды. Төртіншісі, және келетін нәрсе, жастық шағыңды қайда өткіздің? Бұл өте маңызды. Жастық шақтан құлшылық, ғибадат қылу. Алла Тағала құлшылық, ғибадат қылатын құлдарының қатарынан қылсын. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Мен айтарым, көргендерің өшірмесін. Құда қаласа футболдарын ойнап жүргендерді Құдай сақтасын. Кино Алиев деген бар ғой, сондай да Құдай сақтасын. Сондай әкелмейді, соның орнына осындай футболда кешкісін ойнап жүргендер. Рахмет, ертең қабыл болсын, балықтар насып болсын. Ал жігіттер мынау турнир өте жақсы турнир болады. 81 метрдің жаңағы қоғамдарға көп өз болғанысын айтады. Ұйымдастырушылардан күшті болсын, ауызбіршілік болсын, ұйымдастырып отқан жаңағы 81 метрдегі көп осы турнир басталып жатқан.
тамақты ұрып сосын жейсіңдер. Қызылды берші болмаса, қызылды. Ana oyundan kaydan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي ربي саған ғана құлшылық етеміз, сенен ғана жерден тілейміз. Тек қана өзіңнен сұраған дұға тілектерімізді қабыл еткейсің. Өзіңнің разылығың үшін оқылған қасиетті Құран аяттарына хасыл болған сауапты әуелі пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям рухына бағыштап, барша пайғамбар әулиелердің рухтарына, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулалла деп өткен күллі мұъмин мұсылман бауырларымыздың рухтарына, осы жерде алақан жайып отырған кісілердің дүниеден қайтқан ата-бабаларының әке-шешелерінің рухтарына бағыштап,
Ilahi Rabbi arnay оқылған қасиетті Құран аяттарынан хасыл болған сауапты, жайылған дастарханнан хасыл болған сауапты Сырлыбайұлы Бауыржан, Назарбек, Бағдат, Адырбеков, Мейрамбек, Оразымбетов, Дархан осы аты аталған кісілердің рухтарына арнай бағыштадық. Ilahi Rabbi ол кісілердің имандарын өздеріне серік қылғайсын. Пендешілікпен мына дүниеде жасаған барша күнәларын, қате кемшіліктерін кешіргейсін. Қабір азабынан, тозақ отынан сақтағайсын. Баршамыздың ниеттерімізді, дұға тілектерімізді қабыл еткейсін. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Niyet kabul murat olsun. Allahu Ekber.